Жуалы ауданы қысы қатты өңірлердің бірі. Сондықтан тұрғындар жол тазалау техникалары мен қосымша бөлімше құруды сұрап отыр. Тіпті 50-60 шақырымды құрайтын қалың қардан құтқарар бөгет салып берсе дейді. Жамбыл облысының әкімі Ербол Қарашегеев аталмыш ауданға жұмыс сапарымен барып, халықпен де кездесті. Ашық форматтағы жиында елді мекендердің инфрақұрылымынан бастап, әлеуметтік және ауыл шаруашылығы саласына дейінгі мәселелер көтерілді. Жиынға қатысушы тұрғындар басшыларға сан сауал мен ұсыныс тілектерін жеткізді. Алдымен аудан басшысы Жалғас Мұртаза баяндама жасап, былтыр әкім берген 13 тапсырманың орындалуына тоқталды. Белкөл ауылдық округіне қарасты 4 елді мекенді газбен қамту кезек күтірмейтін мәселе. Құрылыс былтыр басталған, құбыр желісі көрші ауданда толық реттелсе, көгілдір отын биыл беріледі. Лотокты каналдардың бұзылған жерлерін жөндеуді талап етеді. Осы мақсатта каналдарды қайта жаңғырту жұмыстары бойынша жергілікті бюджет есебінен 5 каналға ЖСК әзірленіп, сараптаманың оң қорытындысы алынып, министрлікке келесі жылға қаржыландыруға жөнелтілді. Рысбек Батыр ауылындағы 100 орындық мектеп жобасы 1,6 миллиард теңгеге бағаланғанымен биыл қолдау таппаған. Құрылыс 2026 жылы басталмақ. Экономика саласында құрылыс көлемі 96,7%-ға орындалғанымен өңдеу өнеркәсібінде 0,9%-ық жоспарға қол жеткізілмеген. Ал инвестиция тарту бойынша 5,2 миллиард теңге кем орындалғанымен өткен жылмен салыстырғанда өсім 116%-ды құрайды. Өңдеу өнеркәсібі өнімі көлемі 0,9%-ға, инвестиция тарту көлемі 5,2 миллиард теңгеге орындалмай белгіленген көрсеткіштерге қол жеткізбей отырылды. Аталған көрсеткіштер бойынша жоспарлы межеге қол жеткізілмеу себептері қандай? 16%-ға өсім бергенімізбен үкіметтен түсірілген индикатор орындалған жоқ. Бұл бірқатар жұмыстардың кеш басталуынан орын алып отырған себептері бар. Қазіргі таңда бізде бұл индикаторды орындау бойынша нақты жоспарларымыз бар. Алдағы айларда орындалмаған соманы қуып жететін боламыз. Тұрғындардың бірі қыста техника тапшылығын айтты. Сондай-ақ қарға тосқауыл жасау, Жетібай ауылы маңына инфрақұрылым тарту, тері өңдеу ісі 3 жылдан бері жыр болған тесік көпір мәселесі де назардан тыс қалған жоқ. Осы боран тағы тас боран болайын деп тұр. Сондықтан тағы да сізден өтініш, бір ротор беріңіздер. Өйткені бұл табиғаты өте қатал біздің Жуалының. Бұрыннан білесіздер. Мына даже бетон күннің өзі бізге болмайды. Оны барға асфальттамаса, өйткені бетон күн мұз болып қалады да, аварияның бәрі болады. Көпір мәселесін айтып жатырмыз, оны сіз былтыр білетін шығарсыз. Бізге техника беріңіздер. Былтырғы жылы қыстық қаһарда қатты иліккеннен соншалықты облыстан техника келіп, сол қарды 2-3 күн көлемінде аршыды. 50 шақырымдық жолдың арғы бетінен қар тоқтататын жаңағы кедергі қойылса, бұл мәселе түбегейлі шешіледі. Тұрғындар тарапынан көтерілген мәселелер хаттамаға енгізіліп жоспар құрылды, ал техника санын арттыруға қаражат қаралатын болды. Назерке Тазабаева, Руслан Сандыбаев, Айқын ақпарат, арнайы Жуалы ауданынан.